келген едік біз. Кафирун. Кафиронды оқымадық па? Оқыдық қой. Каусар мен мынаны оқиық давайте. Бүгін екі жаңа сүре алайық. Бастаңыз. Қайсысын оқимыз? Каусардан бастаймыз. Бис. Миллах. Хиррох. Ма. Ниррох. Қоспаңыз хамен. Нирро. Хим. Инна. Созамыз, мынаны көрдіңіз ба? Инна. Осылай, ұзағырақ. Инна. Тобби. Екі нүкте ғана. Екі нүкте астында. Ай. Нүкте екеу. Екі нүкте дейм астында. Қандай әріп? И деген, сүкін тұр. Енді найкен қосыңыз. Той. Мен ана қосып бірге оқып той. На. Кәл. Созбаймыз, кәл. Кәл. К ғой нау. Уа. Ка. Осылай ұзын жазала береді. Кау. Шар. Келесі. Фас. Қоспаңыз фүменсін. Фа. Алли. Жуан. Солли. Ли. Робби. Ка. Ванна. Просто қосыңыз. Ван. Ва. Қосыңыз нымен. Ван. Сосын екен қосың. Ван. Анан кей кететкен. Ван. Хар. Инна. Ша. Ни. Созбаңыз. Созу. Ни. А. Ка. Ху. Жалғастырады екен.
Созбаймыз. Ху. Валла. Қоспаңыз. Қос. Уа. Уәл. Вал. Мынаны қоспаңыз деймін. Уа. Уәл. Вал. Мына екен қосасың. Аб. Тур. Тының үстінде. Тар. Мәғұн деген сұрай, мағұн сұрайсы. Бис. Милла. Хирро. Ма. Хиррох. Хирро. Біріншісінде хәмен қосас роны. Міне, хиррох. Бірақ екіншісінде қоспайсыз. Нирро, көріңіз. Мен сізге ромен хан айтып атам. Мына екі жерде ромен ха келген қатарынан. Бірақ біріншісінде қосасыз. Өйткені ханның үстінде сүкін тұр. Екіншісіне қоспайсыз. Өйткені ханның үстінде сүкін жоқ. Хиррох. Хирро. Ма. Нирро. Хим. А. Ро. Ай. Та. Қосамыз. Талла. Талла. Зи. Зик. Зи. Зи. Сәл тістеп айтамыз. Зи. Мына жерде кәді ешқандай неме жоқ, оны қоспаймыз қайда? К емес қой ол деген. Ау. Зи. Ю. Каззи. Сақау шады. Каззи. Каззи. Бу. Би. Қосамыз. Бидди. Созып тоқтаймыз сразу. Бидди ин бола ма? Бөлмейміз. Биддин. Биддин. Көрдіңіз, ана жерде ешқандай екі орталар бөлу жоқ. Сондықтан мынадан бастап мынаны до конца оқып тоқтаймыз. Яғни көрдіңіз, 1, 2, 2, 3 әріп. Мыналар енді созу ғой. Соның бәрін орталарын үзбей биддин деп тоқтаймыз. Биддин. Фа. За. Сақауша. За. Именно сақауша келген кезде тіліңізді сәл реттеңіз, сақаушаға келтіріп. Просто зә дей салмаңыз. Сіз көп айтасыз. Бұл аятта, мысалы, көп бар міне, әр аятында, соған келген кезде тіліңізді сәл тоқтатып, соған ыңғайластырыңыз. Түсіңіз ғой, кәдімгідей сізде жақсы шықпайды, сол үшін де осы зәға келген кезде тіліңізді ыңғайластырып, зә деп сақауша қылыңыз. Сіз зә дей саласыз. Олай болмайды, ол қате. Зә.
Дәл осы жақсы шығады міне. Ли. Ka. Созбаңыз. Kalla. The. İ'ni sozamız. The. Ya. Duh. Duh bolu mu? Qanday yer bana? Ayn. Du'u. Duh. Tamaqdan. Du'ul. Kelesi yılda men qo'shib beramiz mына jerdagi uni. Mына жаққа жалғасып берген. Du'ul. Du'ul. Sal aynda tutaymiz. Du'ul. Du'ul. Ko'rdingiz, shadda. Sal qiyinroq ya, no? Sal so'sangiz bo'ldi. Du'ul. Basan. Ya. Ti. Sozamiz. Tim. Wa. La. Ya. Du. La. Qo'shbangiz. Bo'ldi mu? La. To. Mil. Mas. Aslında. Mis. Mis. Kin. Fa. Vay. Lu. Olsanız. Lulli. Üçüncüsünde olsanız. Lullil. Ortasındağılığını lullil. Ortadağılığını tutayımız. Lullil. Lullil. Mu. Salli. Sajuan. Musolli. Sollin. Sollin. Sozamız iyide. Sollin. Ya bari qo'shilib bir o'qib ketadi. Musollin. Mus emas. Mu'ni bo'lib o'qiysiz. Mu. Sollin. İyide sozib жатқан жоқсыз. Sollin. Bildirip sozdunuz. Егер bildirip sozdurmasanız o sozgan болып есептелмейді, ол қате болады. Сондықтан созу керек. Созу міндетті. Alla. Zi. Sozу. Zi. Na. Hum. You. Qanday? Qanday?
Мен астына түсіп кеттім ғой. Айын. Қалай? Аға. Мынау қандай әріп? М ғой. Н-ның үстінде еш нәрсе жоқ, көрдіңіз бе? Аха. Бірақ одан кейінгі әріп қараймыз дедік. Егер шәдде жоқ болса, онда мынау ыңға айналады. Аң. Аң. Сәл ұстаймыз. Аң. Аң. Со. Ла. Ти. Хим. Са. ун. Алла. Зи. На. Хум. Ю. Ро. Созамыз. Ро. Ван. Неге уә? Мынау хамза, мынау у ғой. ун. Уа. Ям. На. Ру. Нал. Ма. ун. Жақсы. Ақырындап кішкене жақсы болып келе жатырмыз. Енді үйге тапсырма, егер шамаңыз келсе, мынау екі сүрені оқып беріңіз. Мынау Құрайш пен мынау фил сүрелерін өзіңізше оқуға тырысыңыз. Бір уақыт табыңыз, оны 5 минут па мынаны оқып көріңіз, мынаны оқып көріңіз. Бұл өзіңіз қаншалықты сіз өзіңіз оқыған кезде бәрі басқаша. Мен оқыған кезде бәрі кішкене қай жерде қалай оқып жатқаныңыз түсіну үшін өзіңізде оқығаныңыз дұрыс. Сондықтан мынаны бір оқып келіңіз. Сол кезде мен оқып жатқан кезде жоқ былай емес деген кезде, мен мынаны былай оқыған едім, мынау былай екен ғой дегендей сәл айырмашылық. Қателерім түзеледі дейсіз ғой. Өзіңіз көре білуіңіз керек. Мен мынаны былай оқыған едім, былай түсіндім. Оказывается, ол олай емес екен ғой деген нәрсе. Қорықпаңыз, бір қате оқып қою деген, ол нормально. Ол өзіңіздің қатеңізді қалай көре алуды үйретеді. Оқи бересіз. Бұл жерде жаттап жатқан жоқсыз ғой сіз деген, бұл жерде просто оқып жатырсыз. Оқисыз. Сол оқыған кезде мен сізді кенен көрсетіп, жоқ олай емес, ол былай деген кезде сізді есіңізге алады. Мынау негізінде былай оқылады екен ғой, мынау мынандай әріп екен ғой. Что-то мынаны вообще түсінген жоқпын деп айтасыз. Сол кезде есіңізде қалады. Сондықтан практикада көбірек оқи беріңіз бұларды. Бірақ жаттайтын кезде ол бөлік әңгіме. Жаттайтын кезде ол менімен отырып біраз жаттауыңыз керек болады. Кәдімгі сознауында отырып жаттайсыз, біраз қайталаймыз, сосын барып уже бекітеміз. Жаттау ол бөлік әңгіме. Ол міне сіз өздігінше жаттап бастасаңыз, ол қате болады. Себебі сіз мынаны өзінше жаттап алсаңыз, қате болып, оны ертең түзеп қайтадан жаттау ол қиынырақ. Тіл үйреніп қалады ғой сол ана жаттағаныңа. Сіз ананы қарап қате жаттап аласыз да, тіліңізді үйретіп аласыз. Ал енді оны түзеу үшін біраз уақыт кетеді. Лучше сіз қатесіз жаттап алғаныңыз жақсырақ басынанша. Соны біз кириллицамен жаттап алдық қой сүрелерді, сол тура солайынан болады ғой содан кейін. Сол үшін оқуда проблема емес, ол бір рет оқылады, ол сізді тіліңізге үйтіп жатталмайды. Ол бірақ оқыған кезде кейбір нәрселерді түсінуіңіз үшін ғана. Сұрақтарыңыз бар ма?
Жоқ, сұрақ жоқ. болды, алла қаласа иншалла ертең